оқиға 2013 жылдың 18 қарашасында оңтүстік Калифорния мен Мексика шекарасында орын алды. Кейін ол Америка құрама штаттарындағы барлық жаңалық арналарында болды. Бұл оқиға ел үкіметіне $1 миллион шығын әкелді, бірақ бұл осы іс үшін төленген ең жоғарғы төлем емес еді. жылдың 18 қарашасында шамамен 6:20-ға таман бір жас жігіт Америка мен Мексика кеденіндегі камералардың объективіне түседі. Жігіт күніне бірнеше рет шекарадан өтетіндерге арналған жеңілдетілген тексеру нысанына сенімді түрде бет алады. Мұндай жеңілдетілген тексеру нысаны Мексикада тұратын, бірақ өзіндік себептермен оңтүстік Калифорнияда жұмыс істейтін адамдарға арналған. Десе де, дәл осы жігіт кеден қызметшілерінің ерекше назарына түсті. Жігіттің аты Круз Веласкес болатын. Ол кезде ол 16 жаста еді. Ол кеденшілерге 1-2 күнге досына бара жатқанын айтты. Бірақ кеден қызметкерлері оның сөмкесіне ерекше көңіл бөліп қарауды жөн көрді. Тексеру кезінде кеден қызметкері жас жігіттің қатты қобалжи бастағанын, оның үнемі жан-жағына қарап тұрғанын, даусында белгілі бір діріл пайда болғанын байқады. Кеден қызметкері жас жігітті заттарды тексеретін, сондай-ақ күдікті жолаушылардан жауап алумен айналысатын офицерлерге жіберуді ұйғарды. Бұл күні Эдриан Перри мен Валери Бэйрд кезекші болатын. Алдымен олар жігіттің құжаттарын тексерді, бірақ құжатқа байланысты ешқандай мәселе болмады. Содан кейін олар жігіттің сөмкесін тінтуге кірісті. Офицер Бэйрд жас жігіттің сөмкесін ашты, оның ішінде киім және сұйықтық құйылған 2 бөтелке болды. Бөтелке офицерлерді ерекше күдіктендірді. Жыл сайын Мексикадан Америка құрама штаттарына үлкен көлемде есірткі заттары тасымалданады. Контрабандашылардың көмегімен есірткі көп жағдайда заңды зат сияқты тасымалданады. Біраз күн бұрын кеден қызметкерлеріне картельдер метамфетаминді сұйықтықта ерітілген ұнтақ түрінде тасымалдай алатыны туралы ақпарат берілген болатын. Офицерлер дәл сол жағдай болды деп күдіктенді. Алайда, жас жігіт бұл жай ғана алма шырыны деп сендірмек болды. Офицер Эдриан Перри мен Валери Бэйрд қызметтік хаттамадан алыстап, жігітпен ойын ойнауды шешті. Хаттамаға сәйкес кеден қызметі сұйықтықта азық-түлік өнімдерінің құрамында есірткі бар деп күдіктенген жағдайда күдікті заттарды алып, заттарды экспресс тексеруден өткізуі тиіс. Бірақ солай жасаудың орнына офицерлер күлімсіреген жүздерімен жігітке бөтелкелерден 1-2 жұтым ішіп, сұйықтықтың құрамында тыйым салынған ештеңе жоқ екенін дәлелдеуді ұсынады. Жас жігіттің олардың жетегіне еруден басқа амалы болмады. Жігіт шын мәнінде бөтелкелерде не бар екенін біледі, сондықтан ол аз-аздан қорқақтап бөтелкеден жұтым жасайды. Офицерлер сол уақытта бөтелкелерде не бар екенін түсінеді. Стандартты хаттаманы ұстанудың орнына офицерлер жігітпен ойын ойнауды жалғастырады. Жігіт бөтелкеден ішіп болған соң, тез арада қақпағын жаппақшы болады. Оны көрген агент Валери Бэйрд тағы бір жұтым жаса деп айтады. Офицерлер жігіттің шындықты жасыру үшін неге баратынын бақылайды. Офицерлер өлімге әкелетін ойында тым шектен шығады. Небәрі алғашқы жұтым жасалғаннан 2 минут өткен соң, офицер Эдриан Перри жасөспірімнің денсаулығына қауіпті екенін біле тұра күлімсіреп, жігітке тағы 2 жұтым алма шырынын ішуді бұйырады. Жігіт артқа жол жоқ екенін түсінеді. Ол әр жұтым соңғы жұтым болуы мүмкін екендігін біліп, аздан ішуге тырысады. Соған қарамастан жігіт бәрібір бөтелкеде алма шырыны екенін дәлелдеуге тырысады. Офицерлер жігітті жібермейтінін түсінеді. Олар тағы да оны құжаттарын тексереді. Осы сәтте жас жігіттің жағдайы мәз емес екені біліне бастайды. Ол қатты терлеп, денесі аздап дірілдеп, одан сайын қобалжи бастайды. Содан кейін кеден қызметі жігітті жеке тексеруден өткізеді, бірақ оның киімінен тыйым салынған ештеңе табылмайды. Дегенмен офицерлер оның бір нәрсеге қатысы бар екеніне сенімді. Олардың соңғы күмәнін есірткіні іздеуге үйретілген кеден иті сейілтеді. Бұл жас жігіттің тыйым салынған заттармен байланыста болғанын білдіреді. Осыдан кейін жігіттің қолына кісен салынып, мұқият тексеру үшін күзет бөлмесіне жеткізеді.
Осы уақытта бөтелкеден бірінші жұтым ішкеннен бері жарты сағаттай уақыт өтті. Жас жігітті қажетті құжаттарды рәсімдеу үшін қауіпсіздік кассасына апарады. Сол уақытта айналасындағылардың бәрі жігіттің бірдеңесі дұрыс емес екенін байқай бастайды. Жігітті бірнеше жұтым ішуге шақырған әйел, офицер Валери Бэйрд, оның дене температурасын тексереді. Жігіттің қызуы тактильді сезімдерге сәйкес өте жоғары болып шығады. Жігіт испанша менің жүрегім деп қатты айқайлай бастайды. Офицерлер осы кезде ғана дәрігерлерді көмекке шақырады. Жедел жәрдем келген кезде жас жігіттің дене қызуы 41 градусқа дейін көтеріледі. Оның дереу жақын маңдағы ауруханаға жеткізеді. Ауруханада алғашқы жұтым жасалғаннан кейін шамамен 2 сағаттан кейін жігіт есірткінің дозалануынан қайтыс болады. Жігіт өзімен бірге алып жүрген бөтелкелерде шынымен метамфетамин болып шықты. 16 жастағы Круз жақында картельге жұмысқа қабылданған, және бұл оның есірткі тобындағы алғашқы жұмысы еді. Картельдер контрабанда тасымалдау үшін арнайы кәмелетке толмаған қыздар мен ұлдарды таңдайды. Өйткені шекарада ұсталған жағдайда олар бірнеше айға бас бостандығынан айырылады және кейіннен депортацияланады. Сірә жігіт мұндай күлкілі жазадан емес, тапсырманы орындай алмаса, оны отанында не күтіп тұрғанынан қорықса керек. Сондықтан жігіт кеден қызметкерлермен өлімге әкелетін бұл ойынды бастауды ұйғарды. Офицер Валери Бэйрд Крузбен бірге ауруханаға жеткізіледі. Офицер метамфетамині бар бөтелкемен байланыста болғандықтан, оған да медициналық көмек қажет деп ойлады. Бір қызығы, ол Круздың бөлмесінің жанында болды және оның барлық өлер алдындағы айқайларын естиді. Осы оқиғадан кейін тексеру жүргізіледі. Тексеру барысында Валери Бэйрд те, Эдриан Перри де өлімге әкелетін жұтымдарды жасауды ұсынғанын жоққа шығарды. Олар жігіттің өз еркімен жұтым жасағанын тергеуге айтып сендірді. Ал камералардағы жазбаларда олай емес екенін көрініп тұрғанымен, бұл оқиға үшін офицерлер ешқандай жаза алған жоқ. I never asked him to. He volunteered to, and I believe I gestured to him to go ahead. You told him to go ahead and drink on more than one occasion, did you not? No. And you're sure of that? I'm sure. Круздың отбасы оны жаман ортаға түсіп қалған, бірақ ақылды және мейірімді жігіт ретінде сипаттайды. Кейінірек олар Круздың өлімі үшін ақш үкіметінен $1 миллион өтемақы алуға қол жеткізді. Олардың пікірінше, бұл кеден қызметкерлерінің салғырттығынан болған жағдай. 16 жастағы жасөспірімнің өлімі толығымен офицерлер Валери Бэйрд пен Эдриан Перридің мойнында. Бірақ көбі оның өліміне жігіттің өзі кінәлі және кедендегі таңдауына қатысты емес. Жігіт өзі таңдауын бұдан бұрын, яғни Мексиканың ұлы есірткі империясының бір бөлігі болуды шешкен кезде жасаған болатын деген пікірде.